Баршаңызға сәлем достар. Дастарханның көркін ашатын, келген қонақты таң қалдыратын осындай шашлык самсаның рецептісін білгіңіз келе ме? Ендеше осы видеоны соңына дейін қарасаңыз, мен осы рецептпен тегін бөлісетін боламын. Ең алдымен құрақ таза ыдысымызға жылы сүтімізді, ертілген сары майды қосып, қамыр қопсытқышты, тұзды қосып, жақсылап бір араластырып, дайындап алған сұйық массамызға електен өткізілген ұнды қосып, қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ тесто илейтін боламыз. Барлық мөлшерін граммен салсаңыз, сіздерде міндетті түрде осындай тесто дайын болады. Енді дайын болған тестамызды пищевой пленкаге орап, міндетті түрде 30-35 минутқа тоңазытқышқа қоятын боламыз. Сол аралықта біз салмасын дайындаймыз. Менде тартылған сыр еті, оның үстіне картоп пен пиязды видеодағыдай ұсақтап турап қосатын боламыз. Сонымен қатар достар, менің YouTube арнамнан оригинал ұйғыр самсасының рецептісін таба аласыздар. Ол үшін менің арнама қарай өтіп тіркеліп алыңыздар. Алда шығатын тегін мастер-класстарды ең бірінші болып көргіңіз келсе, қоңыраушаны да басуды ұмытпаңыздар. Енді біз салмамызға тұз бен бұрышты қосатын боламыз. Жақсылап бір араластырып, тоңазытқыштан тестамызды шығарамыз. Теңдей 45 немесе 50 грамнан бөлеміз. Мен таразының көмегімен 45 грамға бөлдім. Менде 16 бөлшек дайын болды. Оның бетін міндетті түрде целлофан мешокпен жауып қоятын боламыз. Енді біз ұнды аз-аздан себе отырып, бөлшектерді оқтаумен жайып алатын боламыз. Міне осылай дөңгелектеп жайып алғаннан кейін салмасын шпажкаге қолымызбен видеодағыдай орналастыратын боламыз. Салмасын тестоның ортасына қойып, екі жағын пышақпен тілімдер жасайтын боламыз. Осындай тілімдер жасағаннан кейін өрмек құсатып, өріп шығатын боламыз. Яғни тілімдерді оңды солды қойып, осындай шашлык самсаны дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым, бірақ дастарханның сәнін ашып тұратын самса. Видеоға мұқият қарасаңыздар, барлығы анық нақты көрсетілген. Дайын болған самсаларымыздың бетіне бір жұмыртқаның сары өзі мен біраз қасық сүтті араластырып, бетіне жағып шығамыз. Әсемдік үшін күнжіт сепсеңіздер болады. Қызып тұрған 180 градустағы пеште 30-35 минутта самсаларымызды пісіріп аламыз. Сонымен достар, біздің шашлык самсамыз дайын болды. Ал самсалардың дәмін мен сіздерге енді айта алмаймын. Сөзсіз дәмді, керемет, жұмсақ, дәмі аузыңызда ұзақ сақталатын болады. Үйіңізге келген қонақтарыңыз міндетті түрде осы самсаның рецептісімен бөлісуіңізді сұрайтын болады. Сондықтан рецепті түртіп алып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын.